Сәлем қыздар, бүгін осындай пирожный дайындаймыз. Басқа да видеолар жіберіп алмаш үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 4 дана жұмыртқаны алып, үстіне шым-шым тұз себесіздерде миксерді алып, жақсылап миксерлейсіздер. Миксерлегенде ақ көпіршік болғанша миксерлеңіздер міндетті түрде. Сосын миксерлеп болғаннан кейін үстіне осындай сгущенка, жақсы фирманікі және майлылығы проценті жақсы сгущенканың 2 банкасын құйып, жақсылап миксерлейсіздер. Миксерлегенде осы видеода көрсетілгендей әдемі қоймалжың масса шығады. Осылай сгущенканы араластырып болғаннан кейін үстіне кәдімгі бір ас қасық қопсытқыш саласыздар. Қопсытқышты салғаннан кейін үстіне осындай мөлшерленген көлемде ұн саласыздар. Барлығының граммдары описаниеде тұр. Бірінші жарты мөлшерін ғана салып, дәл осылай түйіршік қалдырмай бір миксерлеп шығасыздар. Осы араластырып болғаннан кейін үстіне қалған ұнды салып, жақсылап араластырыңыздар. Бірден салып жерсеңіздер өздеріңізге араластыруға қиындық туғызады. Сондықтан дәл осылай екіге бөліп салыңыздар ұнды. Енді осылай миксерлеп болғаннан кейін керемет осындай қою масса шығады. Міне табаға осы массаның тең жартысын бөліп құясыздар. Енді сіздер дәл менікіндей таба жасау міндетті емес. Үйіңізде бар, газыңызде бар табамен жасай бересіздер. Жұп-жұқа етіп жайсаңыздар болды. Дәл осылай 1-2 рет сілкіп жіберіңіздер. Сонда қамырыңыздың беті тегістеу болып шығады. 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аласыздар. Міне осылай пергаменттен шешіп дайындаймыз. Дәл осылай екінші коржыда пісіріп аласыздар. Көрдіңіздер, қызғыш әдемі корждар дайын болды. Енді кремін дайындаймыз, ортасына жағатын. Ең бірінші сливкиді аласыздарды, кішкене миксерлеп жіберіп, үстіне сахарный пудраны қосып жібересіздерді, араластырасыздар. Сахарный пудра ердау деген кезде үстіне творожный сыр 250 мг көлемінде қосасыздар. Кез келген фирманкін қоса берсеңіздер болады. Дәл осылай жай скороспен миксерлеп, творожный сыр араластырып, осындай қою масса шығады. Көрдіңіздер ғой, крем-чиз деп айтылады. Бұл крем барлығыңыз білесіздер. Енді осындай корждарын бөліп аласыздар. Негізі жаңағы кремді осылай коржын бөлмей жатып та жағып алуға болады. Мен алдын ала коржын бөлдім. Дәл осылай теңдей кішкене етіп бөліңіздер, себебі дастарханға қоюға әдемі болып көрінуі міндетті. Міне дәл осылай кесіп болғаннан кейін осылай бөлек-бөлек ішіне кремді жағып шығасыздар. Кремді көптеу қылып жаға беріңіздер. Крем барлығына жетеді. Міне осылай жасай бересіздер. Видеода қайтадан көрсеттім қалай жасау керек екенін. Егер сіздердің корждарыңыз тым қалыңдау болып піскен болса, бір корждың өзін екіге бөліп жасауға болады. Міне осы жерде мен дәл солай жасадым. Бір коржды екіге бөліп, арасына дәл осылай кремді жақтым да, екінші бөлігімен пирожныйды жауып қойдым. Көрдіңіздер, әдемі кішкене пирожный шықты. Үлкен пирожный шықса, көрінісі де әдем болмай қалады. Міне қарап тұрсыздар. Тағы бір рет көрсетіп жүрем. Және де қыздар менің арнама жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін колокольчикті де басып кетіңіздер. Мен сіздерден кері реакция күтетін боламын міндетті түрде. Міне барлығы дайын. Енді ганажын дайындайық. Ең бірінші Қазақстан шоколадына осындай сливкиді құйып, микроволновкада қыздырасыздар. Кейін негізі 100 грамм сливки қосылады. 50 грамм микроволновкаға дейін, 50 граммын осылай кейін микроволновкадан шыққаннан кейін құйып, жақсылап араластырып бір масса шығарасыздар. Енді дәл осылай астына ыдыс қойып, үстіне осындай сетка қоясыздар. Сеткамен де кәдімгі газдың сеткасы, негізі арнайы сеткалар болады магазиндерде, бірақ менде болмаған екен, осы сеткамен қолдандым. Сіздерге де ыңғайлы. Дәл осылай жасап, Қазақстан шоколадының барлығына дерлік жағып шығасыздар. Жағып болғаннан кейін үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз немесе фантазияларыңыз бойынша үйіңізде бар заттармен оформление жасайсыздар. Мен осындай греческий орехпен оформление жасадым, және де клубнаймен жасадым. Қазір видеоларын көрсететін болам. Дәл осыны осылай ыдысқа салып, морозильникке немесе холодильникке жарты сағатқа қойыңыздар. Менде 2 сағат тым артық тұрып қалды, бірақ сонда да сіздер морозильникке немесе холодильникке қойып болғаннан кейін бір түн тұрса, тіпті дәмі керемет, кремі сіңіп әдемі болады. Мына жерде мен дайын түрін көрсету үшін жарты сағаттың ішінде бөліп жеп алдық. Негізі дәмі керемет шығады, сіңімді. Дастарханға қойсаңыз, дастарханыңыздың видін ашады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай көп заттар кете бермейді, байқап көрдіңіздер. Міндетті түрде және жасасаңыздар комментарийге отзыв жазып, және де қандай
менде видеолар көргіңіз келеді, соны да жазыңыз. Арнама жазылып, лайк басып, колокольчик басып кетуді ұмытпаңыздар. Менде тағы да керемет видеолар түседі. Міндетті түрде каналымда жіберіп алмаңыздар.